Сәлем қыздар, сіздермен бүгін сәбізден өте оңай икра жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Помидорларды осылай ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін осылай сәбіз, тәтті бұрышымыз барлығын майдалап турап аламыз, және ашты бұрыш чесногымызды да дайындап аламыз. Бізге қант, сұйық май қажет болады. Барлығын дайындап аламыз. Толық рецепті описание бөліміне қалдыратын боламын. Қыздар, осылай 4-5 ашты бұрышты қосып жеріңіздер, салаттарыңыздың дәмі өте керемет болады. Қатты ашты болып кетпейді. Салаттарыңызға өте ерекше дәм беретін болады. Ең бірінші чеснок пен ашты бұрышты осылай өткізіп, бетін жауып бөлек қойып қоямыз. Енді помидор сәбіздің барлығын ет тартқыштан біркелкі етіп өткізіп аламыз. Ыдысымызға салып, тәтті бұрышты да өткізіп, барлығын дайындап аламыз. Барлығын өткізіп алғаннан кейін, енді қантты, тұзды, сұйық майды қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін газдың астын орташа жылдамдықта қойып, асықпай қайнататын боламыз. Осы жерде араластырып отыруды ұмытпаңыздар, асты жабысып қалмау керек. 2,5 сағаттай қайнатасыздар қыздар, кішкене сұйықтығы тартылғанша. 2,5 сағат, 3 сағаттай қайнап болғаннан кейін ашты бұрыш пен чеснок екеуін қосамыз. Одан кейін лавр жапырағын қосамыз дәміне қарай. Одан кейін қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және мен 1 қасық 9% уксусты қостым. Енді осылай жақсылап араластырып аламыз. Тағы 10-15 минут қайнатамыз да, банкілерімізді стерилдеп, крышкасын бәрін жақсылап ыстық сумен шайып алғаннан кейін банкілерімізге құйып шығатын боламыз. Бұл салат өте дәмді, жасалу жолы да өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептіні осы алдымыздағы демалыста жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ертең қыздар рахаттанып, дастарханға қойсаңыздар да балаларыңыз сүйсініп жейтін болады. Кез келген тамақпен үйлеседі. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Осы рецепті мен өздеріңіздің жақындарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Олар да міндетті түрде жасап көрсін. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі рецепті өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып, қоюды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай рецепті көргілеріңіз келеді, міндетті түрде комментарий бөліміне қалдырып кетсеңіздер болады. Сол рецепті шығаратын боламыз. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір ас болсын.